Алтын сақа. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Зарыға жүріп перзентті болыпты. Бай бір күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай тұрып, судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да байдың жағасынан ала түседі. Бай көз алақандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге ат басындай алтын берейін, қоя бер дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер дейді. Кемпір көнбейді. Енді не берейін дейді. Жалғыз балаңды бер, жіберейін дейді. Бай жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя береді. Кемпір байға балаңды қай жерде бересің дейді. Сонда бай, ертең көшім. Сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында отырарсың дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңіне көшеді. Жалғыз баласының алтын сақасын ұмыттырып, жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты. Барып, алып қайта ғой дейді. Әке, қандай тайға мініп барайын деп сұрайды. Жылқышыдан сұрап мін дейді бай. Жылқышы балаға: құрығыңды қылдыратып, жүгеріңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін дейді. Бала құрығын қылдыратып, жүгерін сылдыратып жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр тай балаға қарай қалады. Бала сол қотыр тайды ұстайды да жүгендейді. Жүгендігінде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады. Үстіне ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда бесті ат болады. Бала қуанып үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып көзді ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезек түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге: шеше, анау жатқан сақамды алып берші дейді. Сонда кемпір: шырағым, өзің түсіп ал. Кәрліктен отырсам тұра алмайым, тұрсам отыра алмайым дейді. Сонда бала: мен жастықтан түссем мін алмайым, мінсем түсе алмайым дейді. Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгінен аяғын суырмай сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып келеді. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң кемпір бір тісін жұлып алып атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай үш аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай екі аяғымен шауып бара жатып жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейін дейді. Терек жанына бара бергенде бала тайынан секіріп түсіп бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір тағы бір тісін жұлып алып бәйтеректің түбін қаза бастайды. Кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді кемпірге: шеше, шаршаған шығарсың, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап дем ал дейді. Кемпір жатады. Түлкі түсті суға атады да қазған шұңқырды қайта бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір тұра келсе тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкіге: шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын дейді. Сонда жалмауыз кемпір:
сен тағы да кетпенімді алып қашып кетерсің, дейді. Сонда түлкі: ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің кегім бар, дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі кетпенді суға лақтырып жібереді, шұңқырды бітеп, өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, кетпені де жоқ, түлкі де жоқ. Ойбай, алдаған екен ғой деп, тағы да бір тісін суырып кетпен қылып, бәйтеректің түбін қаза береді. Сонда кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындатады. Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаға: ау, қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айта бар, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын, дейді. Сонда қарғалар қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер төбеден ұшып өтеді. Бала оларға да соны айтады. Олар да үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді, баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып, бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстауында ұя салған қарлығаштың балапандарына тимей, бұларды жақсылап өсіріп, ұшырып жіберген екен. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Сонымен қарлығаш баланың тапсырғанын төбеттеріне айтып барады. Осындай бәлен жердегі бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жатқан, енді құлатуға таяп тұр, дейді қарлығаш баланың төбеттеріне. Мұны естіген соң төбеттері шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын бұт қылып талап тастайды. Бала төбеттеріне мініп еліне аман сау жетеді. Бала жалмауыздан аман сау құтылып келгеніне әке шешесі қатты қуанып, ел жұртын жиып үлкен той қылады. Бұдан кейін баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Келсе, шешесінің өліп жатқанын көреді. Кім өлтіргенін білу үшін сол жерді қарап жүрсе, иттердің ізі көрінеді. Мұнан соң иттердің ізіне түсіп келе жатса, көп жылқы кез болады. Иттердің ізі тұп-тура байдың қотанына алып барады. Бұл кезде қотанға баяғы жалмауыз кемпірдің қызының келгенін біліп, бес төбет жалма-жан тұра ұмтылады. Қыз кемпірде емес, өте күшті екен. Бес төбетке бой бермейді. Сол кезде бала садақпен атып, қыздың көзін шығарады. Садақпен екінші атқанда қызды өлтіреді. Сөйтіп, жалмауыздан мәңгі құтылады.